Сол сүрелердің бетін кезген ізгі кісі кім еді бұл? Зүлқарнайн деген кісі. Бұл Ибрахим пайғамбардың заманында немесе одан алдын, немесе одан кейін өмір сүрген дейді. Зүлқарнайн туралы. Оны нақты ешкім айта алмайды. Мынадай өмір Алла біледі. Алла тағала инна макканнаху фил ард, біз оған жердің бетінің барлығын не істеп қойғанбыз дейді, бағындырып қойғанбыз дейді. Жердің бетінде бір проблема туындай ма, дереу кім шешетін болған барып, ізгі құл шешетін болған Зүлқарнайн. Зүлқарнайн деген оның жаңағы екі мүйізді деген ғой қазақша. Дулы қасында шығып тұрған бұладай екі мүйізі болған дейді. Сондықтан ол Зүлқарнайн деп аталған дейді. Ана Зүлқарнайнға қатысы жоқ бұның Александр Македонскийге. Сол Зүлқарнайн бұл не қиссасы, не Кахф сүресінде келген, кіммен болған қиссасы? Яжуж ва Маъжуж деген екі тайпамен болған қиссасы. Бұл тайпа бізге жақындар бұлар. Имам Ибн Касир Аль-Бидай ва Нихая деген кітабында айтады. Нух алейхиссаламнан кейін топан судан 3 баласы қалды дейді. Сам, Яфис, Хам деген дейді. Самнан еуропалықтар Шамдағыларына, Шам деген сол Сам деген, Шам жері. Сол Шамда өмір сүрген Сам. Арабтар кімдер шықты дейді Самнан. Хамнан негрлер шықты дейді, қараторлар, африкалық тұрғындар. Үшінші Яфистен түркілер шықты дейді. Сол Яфистің түркілердің ұрпақтарынан Яжуж ва Маъжуж деген тайпалар өмір шықты дейді. Бұл екі тайпа андай болған ғой, жаңадай бұзғыншы, қарақшы, айналасындағылардың барлығына тыныштық бермейтін сондай тайпа болған. Сонымен Ескендір Зүлқарнайнға не түскен? Шағым түскеннен кейін барады бұл әскермен, сөйтеді жағы қауыммен екі ортаға тосық жасап тастайды. Сәт дейді ғой, Құранда сәт деп айтады ғой. Бөгет жасап тастайды. Екі ортаға бөгет жасап тастайды. Енді ол бөгетті Алладан басқа әлі ешкім білмейді. Ғылым мен техника жердің астындағы пәленбай мың километр, пәленбай 100 километрдегі мұнайды атып шығарып жатыр. Жердің бірінші бетінде тұрған Яжуж Мажуж таба алмай жатыр бәрі. Қырылып жатыр, Яжуж Мажуж қаяқта екенін таба алмайды. Таба алмайды. Алла жасырған нәрсені ешкім таба алмайды. Өйткені Алланың уәде етілген күні ғана шығады дейді ол. Алла Тағала Құранда айтады. Бұлар шығады шынымен де ше. Шыққанда да жаман шығады. Жаңағы орман ба? Бұлар өтіп кеткен кезде орман мынадай дала болып қалады маған. Ойпат жеп кетеді. Ішіп кетеді, жеп кетеді, қиратып кетеді. Сондай бұзғын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтады, көзі қысық, бұты талтақ, бойы кішкентай, беті жалпақ, бастары мынадай дөңгелек, сондай қауым дейді. Иса алейхиссалам түседі, Даджал және Яжуж Мажуж. Яжуж Мажужды өлтіретін кім? Иса алейхиссалам дұғасы өлтіреді. Бұлар жер бетіне шығып, бәрін қиратып Шамға дейін барады. Бұлар Табария көлін шығып қояды. Ана Даджалдың сұраған көлін. Сол көлді ішіп болғаннан кейін енді бәрін болдық қой. Құдайды өлтіреміз деп айтады оған қарасаң. Құдайды өлтірейік деп анау аспанға садақпен оқ атады бұлар ше. Сөйтіп садақтың жебесі қан болып түседі жерге. Құдай өлді деп айтады. Билік бізге қалды деп айтады. Сонда Иса алейхиссалам дұға қылады. Алла Тағала көктен не жібереді дейді? Құрт жібереді. Жеген құрт астарын тесіп шіртіп шығарады дейді бұларды. Бұлардың саны көрінбейді бұлар, сондай шексіз да. Сөйтеді де жердің беті шірейді дейді, ана сасиды. Сонда Иса алейхиссалам қасындағы мұсылмандармен бір төбенің үстінде дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, дұға қылады